Ассалаумағалейкум. Үйден шыққаныма бір жеті болыпты. Сол 10-12 күн жолда болам деп жоспарлағым. Енді график бойынша келе жатырмын. Ертең Алла қаласа кешке түнделетіп Оралға кірем. Орал жолымдағы соңғы нүкте. Оралдан кейін ауылға қайтам, Алматыға. Оралға баратқан себеп аномастика емес. Өзіміздің сол менде бір тақырып қой, жалпы мақта бастар, әртүрлі сонда жексұрындар. Сол бір жұмыспен бір мемлекеттік органдарға барам, Оралдың өзінде және қасындағы бір ауданға жүріп тұратын бәрі бар, мәшінем бар ол жақта. Сондықтан ертең енді жеткесіне кіре салып кездесетін мүмкіндік болмайды, бірақ ары күні жұмаға шейін, сенбіге шейін болам Оралда. Сол оралдықтар кездесейік, бас қосайық, шай-пай ішіп, әңгіме, базар, общение деп, сол енді прикол тастап, танымайтын жігіттермен танысып қайтайық. Ол жерде бір жақын араласып жүрген, қатты сыйлайтын бір кісі бар, Мұрат. Оған осы бейнені пайдаланып Мұратқа бір сәлем. Жалпы сол Оралда кездескенше. Енді бір жолата Оралда болғасын әрине полигондар тақырыбын көтеріп қойға болатын еді, бірақ білмеймін оны халықтың көзқарасы қалай, қолдай ма, қолдамай ма. Оны енді бұлай аса ұзақ талқылауға қазір мүмкіндік жоқ. Оған уақыт керек, тағы да болу керек, оған уақыт тығыз. Сондықтан олсыз-ақ кездесейік, ешқандай аса арнайы тақырып көтермей, іздемей, жай танысып, жай араласып. Өйткені мына әлеуметтік желі арқылы бірталы оралдықты танимын, мені білет, байланыстамыз, бірақ өмірде кездескен жоқпыз. Кездесейік, амандықта жүздесейік. Орал ауа райы бәрі қалай, енді бәрін біліп алдым. Соңғы рет Оралда 2016 жылы болыппын. Енді алыс, Батыс Қазақстан алыс. Күнара ай сайын бара қоймайсың. Бірақ жақсы қала өзіме ұнайды. Әсіресе ана тарихи орталығы, қызыл кірпіштен соғылған үйлер. Оралда барып дәмін татып қайтайық Оралдың. Оралдың балығын жеп, Оралдың мақталарын шұқып.